Сәлем достар, барлықтарыңызды жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Жаңа жыл барлығымызға берекелі болсын деп тілеймін. Бүгін бізде осы шапкаға мастер-класс. Шапка екі сезонда да киюге болады, яғни күзде, яғни көктемде және қыста да. Шапка бір отворотта, тоқу өте оңай, өте жұмсақ болып шығады. Бізге керекті құрал жабдықтар жіп. Мен осындай итальяндық жіпті қолдандым, BB Filati деген. Түсі горчичный түс, 1195 номері. Менде 50 граммда 125 метр. Составы, яғни құрамы 100% мериностан құралған. Одан кейін осы тоқуға қажетті құрал спицаны қолдандым. Круговой спица 40 сантиметрлік, 4,5 миллиметр. Сонымен қатар тік спицаны да қолдандым. Оны бірақ макушканы тоқыған кезде қолдандым. Макушкасы өте әдемі шығады, көріп тұрсыздар. Екі жағынан да. Енді макушка бізде 8 сантиметр болып шығады. Жалпы шапканың ұзындығы менде 22 сантиметр болып шықты. Бұл ең оптимальный размер. Егер ұзындау болып қаласаңыздар, өздеріңіз солдай размерге тоқып алсаңыздар болады. Ендеше бастайық. Ең алдымен біз шапканың узорымен бірдей обзор тоқып алдым. Ол міндетті түрде, өйткені әр адам әр түрлі тоқиды. Яғни алдымен өздеріңізге осындай обзор тоқып аласыздар. Одан кейін 10 сантиметрде бізде қанша ілмек бар, соны есептеп аламыз. Егер тоқымай бірден бастап кетсеңіздер, әркімде әр түрлі болып шығуы мүмкін, немесе өзіңіздің сәйкес размеріңізге келмей қалуы мүмкін. Енді қараймыз, менде 10 сантиметрде 23 ілмек болды, яғни 1 сантиметрде 2,3. Маған керекті размер бас шеңбері 56 сантиметр. Енді есептейміз, 56-ны осы 2,3-ке көбейтіп 10% алып тастаймыз, ол созылу үшін, яғни. Сонда менде 116 ілмек болып шықты. Ол жерде 116-ға және бір ілмек қосамыз, ол крокқа біріктіру үшін. Мына 116 болып шыққан сан сіздерде 4-ке бөліну қажет, яғни крак 4-ке бөліну қажет. Кез келген сан 4-ке бөлінетіндей қылып аласыздар. Одан кейін осы круговой спицаны аламыз, 4,5 миллиметрлік. Басында осы круговой спицамен, ең соңында макушкаға келгенде тік спицамен тоқимыз. Енді кәдімгі классикалық тәсілмен бізге жаңағы 117 ілмек тоқу қажет. Сіздерде қанша ілмек тоқу керек, сонша ілмекті аласыздар. Бірақ менде, яғни кратко 116 плюс бір ілмек круговой спицаға біріктіруге. Сіздер 116 болсын, или басқа сан болсын, бірақ 4-ке бөлінетін санды аласыздар. Міне дәл осылай классикалық тәсілмен 117 ілмек аламыз. Міне мен 117 ілмекті алдым. Енді біз крокқа біріктіреміз. Осындай тәсілмен. Бірінші ілмекті алып, екінші спицаға көшіреміз. Одан кейінгі астындағы ілмекті алып, үстіндегі ілмектің үстінен осылай өткіземіз. Одан кейін мына ілмекті босатып жібереміз де, көмекші жіптен тарта қоямыз. Крокқа біріктірдік. Маркерімізді іліп аламыз. Енді бірінші ілмекті іліп аламыз да, екінші ілмекті теріс ілмек қылып тоқимыз. Үшінші ілмекті іліп аламыз. Жұмыс жібі жұмыстың артында. Төртінші ілмекті жұмыс жібін алдына жіберіп, теріс ілмек қылып тоқимыз. Тура осы бағытпен тоқимыз, яғни іліп аламыз. Жұмыс жібі жұмыстың артында. Жұмыстың алдына шығарып, теріс ілмек қылып тоқимыз. Бірінші ілмекті оң ілмек қылып тоқымаймыз, просто тек іліп аламыз. Бірақ жұмыс жібі жұмыстың артында тұрады. Одан кейін жұмыстың алдына аударып, келесі жіпті теріс ілмекпен тоқимыз.
тура осылай кезектестіріп қатардың соңына дейін тоқимыз. Бірінші ілмекті іліп аламыз, екінші ілмекті теріс ілмекпен тоқимыз. Бірінші ілмекті іліп алып, екінші ілмекті теріс ілмекпен тоқимыз. Барлығы анық, түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Іліп аламыз, жұмыстың алдына шығарып, теріс ілмек қылып тоқимыз. Іліп аламыз, одан кейін теріс ілмек аламыз, келесі ілмектен. Бұл бізде бірінші қатар. Тура осылай бірінші қатардың соңына дейін тоқып шығамыз өзіміз. Қатардың соңында кесеміз енді. Міне мен бірінші қатарды тоқып бітірдім. Енді екінші қатарға көшеміз. Екінші қатарда бірінші ілмектен біз оң ілмек тоқимыз. Екінші ілмектен теріс ілмек тоқимыз. Бірінші ілмектен оң ілмек тоқимыз. Екінші ілмектен теріс ілмек тоқимыз. Бірінші ілмектен оң ілмек, екіншісінен теріс ілмек. Яғни резинка, яғни бір оң, бір теріс ілмек алып, кезектестіріп тоқимыз. Оң ілмек аламыз, теріс ілмек аламыз. Оң ілмек, теріс ілмек аламыз. Біріншісін оң ілмек, теріс ілмек. Тура осылай қатардың соңына дейін кезектестіріп тоқып шығамыз. Оң ілмек, теріс ілмек болып алып. Міне екінші қатарда да тоқып бітірдік. Енді қараңыздар, бізде осы бірінші, екінші қатарды біз кезектестіріп дальше тоқи береміз. Яғни бізде 8 сантиметр болғанша осы екі қатарды кезектестіріп тоқисыздар. Одан кейін 8 сантиметр болғаннан кейін біз өзімізге фиксированный отворот жасаймыз. Дальше өздеріңіз түсінікті болды деп ойлаймын. Дальше өздеріңіз тоқып 8 сантиметр болған кезде кездесеміз. Міне тоқып бітірдім. Менде 8 сантиметр қалыптасты. Көресіздер. Осы бізге отворот жасауға жетеді. Енді отворотты фиксированный отворот жасау керек. Біз ол үшін жұмысты кері бұрып аламыз. Одан кейін маркерді жұмыстың басына міндетті түрде белгілеп аламыз, чтобы қателесіп кетпес үшін. Енді қараңыздар, бізде мына жерде тесік қалмас үшін біз міндетті түрде бір накид аламыз. Егер алмасақ, дальше тоқып кететін болсақ, бізде тесік қалып қояды. Одан кейін маркерді ауыстырып аламыз да. Енді бірінші ілмекті біз бірінші қатар сияқты, яғни іліп аламыз. Екінші ілмекті теріс ілмек қылып тоқимыз. Бірінші ілмекті іліп аламыз. Екінші ілмекті теріс ілмек қылып тоқимыз. Байқап отырсаңыздар, яғни бірінші қатарды қайталап жатырмыз біз. Бірінші ілмекті іліп аламыз. Екіншісін теріс ілмек қылып тоқимыз. Бірінші ілмекті іліп алып, осылай кезектестіреміз. Яғни бірінші ілмекті іліп аламыз, екіншісін теріс ілмек қылып тоқимыз. Тура осы жолмен қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Тура осылайынан. Дальше өздеріңіз тоқи аласыздар деген үміттемін. Қатардың соңына келдік. Соңында бізде жаңағы накид алған 2 ілмек қалып қойды. Оны біз екеуін бірге бірден теріс ілмек қылып тоқып жібереміз. Енді маркерді ауыстырып аламыз. Келесі қатарды бастаймыз. Келесі қатарда
тура жаңағыдай бірінші ілмекті іліп аламыз да, екінші ілмекті теріс ілмек қылып тоқимыз. Тура жаңағыдай тоқып шығамыз. Іліп аламыз бірінші ілмекті, тура соны. Екінші ілмек теріс ілмек қылып тоқимыз. Бірінші ілмекті іліп алып, екіншісін теріс ілмек қылып тоқимыз. Тура алдындағы қатарды қайталаймыз. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Негізі фиксированный отворот жасау үшін 2 немесе 3 рет тоқу керек. Маған 3 рет тоқыған ыңғайлы. 3 қатар тоқыған ыңғайлы. Міне қатардың соңына жеттік. Екінші қатардың соңына соңғы, яғни 2 ілмекті тоқып жіберейік. Енді 3-ші қатарды бастаймыз. 3-ші қатарда тура жаңағыдай тәсілмен тоқимыз. Іліп аламыз біріншісін, одан кейін екіншісін теріс ілмек қылып тоқимыз. Яғни фиксированный отворот жасау үшін бізде 3 қатар бірдей тәсілмен тоқып шығамыз. Көріп отырсыздар, анық түсінікті деп ойлаймын, анық көрініп отыр деп ойлаймын сіздерге. Түсінбесеңіздер комментарийға жазыңыздар. Міне көріп отырсыздар, бізде қалай отворот фиксированный болып жатырған. Әдемі қалыптасып жатыр, Осылайынан қатардың соңына дейін тоқисыздар. Міне қатардың соңына жеттік. Маған осы жеткілікті. Енді біз негізгі узорға көшетін боламыз. Яғни негізгі узор бастапқыда 8 сантиметрге дейінгі қалай тоқыдық, тура сол енен кезектестіреміз. Қайттан бірінші, екінші, бастап қалған бірінші, екінші ретті қайталаймыз. Яғни оң ілмекті оң ілмекпен, теріс ілмекті теріс ілмекпен тоқимыз бірінші қатарда. Міне тоқып аламыз да, келесі қатарды оң ілмекті іліп аламыз да, теріс ілмекпен тоқимыз. Бірінші қатар тоқып шығайық. Яғни оң ілмек бойынша тоқимыз, оң ілмекпен теріс ілмек алып тоқимыз. Оң ілмектен оң ілмек аламыз, теріс ілмектен теріс ілмек аламыз. Теріс ілмек алып, тура осылайынан, яғни бір оң, бір теріс алып, қатардың соңына дейін тоқисыздар. Тура осылайынан кезектестіреміз, яғни бірінші бастапқыда алған бірінші, екінші ретті до конца кезектестіріп тоқисыздар. Бұл қиын емес деп ойлаймын. Бірінші қатарда сіздер егер осы уақытқа не жетсеңіздер. Енді бізге макушкасына дейін тоқимыз. Міне мен тоқыдым. Маған осы ұзындықта жетеді. Себебі менде макушканың өзі қазір 8 сантиметр или 7 сантиметр болып қалыптасады. Менде жұмысым 16 сантиметр болып қалыптасты. Маған осы жетеді. Егер сіздер ұзынырақ қаласаңыздар, сәл тағы қосып тоқысаңыздар болады. Енді қараймыз, біз макушканы қалай бөлеміз. Мен бастапқыда 116 ілмек алдым. Енді соны 4-ке бөлеміз. Бізде 29 ілмек қалыптасады. Яғни 29 ілмек сайын біз 4-ке бөліп шығамыз. Ол үшін бізге міндетті түрде маркер керек. Осы маркермен әр 29 ілмек сайын белгілеп шығамыз. Маркерлеп шығамыз өзіміз. Міне мен маркермен белгілеп шықтым. Яғни әр маркердің арасында менде 29 ілмектен. Әр маркердің арасы. Енді қараймыз. Бізде макушканы жасау үшін бір оң ілмекпен келе жатырған линияны аламыз. Сол линия бізде яғни ең бастапқы назарға алатын линия болып қалыптасу қажет. Міне мен осы линия алдым. Әр маркерден кейінгі оң ілмекпен тоқылған линияны алдым. Осы линияға қалған линиялар, яғни былай қарағанда кіріп тұрғанда елка сияқты болып шығады. Міне мына жақта менде екінші ілмекте кейін, мысалы екінші маркерден кейін теріс ілмек тұр, бірақ мен оны алмаймын, одан кейінгі тұрған 10 ілмекті алатын боламын.
Енді бізге тағы да маркер керек. Бірінші маркерді міндетті түрде, яғни басқа маркерлерге контрастты түрде, яғни себебі қатардың басы екенін білу қажетпіз. Сол үшін контрастты цветпен алыңыздар. Одан кейін осы бізге яғни назарға аударарлық ең басты линияны белгілеп аламыз. Маркерді қатты тартпаңыздар, себебі ілмек қатты шығып кетсе, жұмыс әдемі болып көрінбейді. Немесе қарап отырсаңыздар, мене маркерден кейін теріс ілмек тұр, бірақ мен оны емес, оның жанындағы оң ілмекті алатын боламын. Одан кейін тағы да оң ілмекті аламыз. Тура осылай, яғни керекті линияны белгілеп аламыз. Бізге керекті 4 линия. Болды, мен белгілеп шықтым. Енді бізге мына сымда тұрған маркерлер қажет емес. Оны алып тастасаңыздар болады уже. Енді жаңағы ілмекке ілініп тұрған маркерлерге ориентир жасап, соған қарап тоқитын боламыз. Барлық ілмекті алып шығыңыздар. Болды, енді макушканы кірісеміз тоқуға. Макушканы тоқу үшін бізге 3 ілмекті аламыз, яғни белгілеп алған линиядан бұрынғы және кейінгі. Енді қалай тоқимыз? 2 ілмекті іліп аламыз, одан кейін 3-ші ілмекті аламыз, одан кейін 3 ілмекті бірден келес қайтадан жаңа сымға салып, артқа қабырғасынан оң ілмек тәрізді тоқимыз. Одан кейін келесі маркерге дейін жалғастырып, келе жатырған узорларымызды жалғастырамыз. Менде келесі узор мысалға бір оң, бір теріс. Тура солайынан бір оң ілмек, бір теріс ілмек алып тоқимыз. Келесі ілмекке дейін бір оң, бір теріс ілмек алып. Егер сіздерде іліп алу керек қатар болса, сіздер сол бойынша тоқисыздар. Келдім ілмекке. Енді осы ілмекте, алдыңғы ілмекте қалай жасадық, тура солай тоқимыз. 2 ілмекті іліп аламыз, одан кейін 3-ші ілмекті аламыз, одан кейін 3-еуін бірде қайта сымға қайтарып, артқы қабырғасынан оң ілмек тәрізді тоқимыз. Артқы қабырғасынан тоқимыз бірақ. Енді қайттан келесі ілмекке дейін бір оң, бір теріс ілмек узор бойынша тоқимыз. Келесі маркерге дейін, кешіріңіздер. Маркерге жеттік. Бұл маркерде де тура алдыңғы маркерде қалай тоқыдық, сол айынан тоқып шығамыз. Яғни 3 ілмекті назарға аламыз. Алғашқы екеуін бірінші іліп аламыз астынан. Одан кейін 3-шісін, 3-еуін бірге сымға қайтарып, артқы қабырғасынан оң ілмек тәрізді тоқып аламыз. Болды. Енді қайттан узор бойынша бір оң ілмек, бір теріс ілмек алып, келесі маркерге дейін тоқимыз. Тура осылайынан қатарды соңына дейін жалғастырамыз. Әрбір маркерге жеткен кезде бізде 3 ілмекті назарға алатын боламыз. Міндетті түрде 3 ілмек қажет. 3 ілмектен бізге 3 ілмек арқылы осы біз қысқартып отырмыз себебі. Біз тағы да қысқарттық. Енді қатардың соңына дейін тоқимыз. Узор бойынша. Қатарды бітірдік. Біз жаңа алдыңғы қатарды қысқарттық. Енді бұл қатарды қысқартпаймыз. Біріншісін тоқып аламыз. Енді қараңыздар, қысқартпаймыз, просто тек іліп аламыз.
бұл қатарда. Келесі бізде оң ілмек тұр, біз оң ілмек алып тоқимыз. Яғни бұл қатарда біз қысқартпаймыз, тек оң ілмек алып тоқимыз. Енді келесі узор бойынша тоқимыз, яғни бір теріс ілмек, оң ілмекті тоқымай іліп аламыз. Келесі теріс ілмекті тоқимыз, оң ілмекті тоқымай іліп аламыз. Яғни алдыңғы негізгі узор бойынша тоқып кете береміз, келесі маркерге дейін. Егер маркерге жеттік, қарап байқап отырсаңыздар, бізде 3 оң ілмек қатарынан тұр. Сол үшін біз екі жанындағы ілмекті оң ілмекпен тоқимыз де, ал ортасындағы маркермен белгіленген ілмекті просто тек іліп аламыз, тоқымаймыз оны. Одан кейін, яғни екі жанындағы ілмекті оң ілмекпен тоқимыз. Болды, қалған дальше біз узор бойынша кетеміз, яғни теріс ілмекті теріс ілмекпен тоқимыз, ал оң ілмекті тоқымай іліп аламыз. Себебі бізде осы қатарда узор бойынша осылай тоқу қажет. Яғни негізгі узордан біз таймаймыз, тек қысқартатын кезде ғана бірінші қатарда біз қысқартамыз, екінші қатарда қысқартпаймыз, үшінші қатарда қысқартамыз, төртінші қатарда қысқартпаймыз, кезектестіретін боламыз. Түсінікті деп ойлаймын. Негізгі узорды бірақ құртпаймыз, негізгі узормен тоқи береміз, яғни кезектестіріп. Келесі маркерге дейін тоқимыз. Маркерге жеттік, қайтадан тура солай. Бірінші оң ілмекті тоқимыз, негізгісін тоқымаймыз, іліп аламыз, одан кейінгісін тоқимыз оң ілмекпен. Болды, негізгі узорға кетеміз. Яғни теріс ілмекті тоқимыз да, оң ілмекті іліп аламыз, тоқымай. Тура осылайынан қатардың соңына дейін тоқимыз. Қатардың соңына жеттік. Келесі қатарда уже біз қысқартамыз. Қысқартқанда алдында айтып өттім, яғни 3 ілмекті назарға аламыз. Тура бірінші қатарда қалай қысқарттық, тура солайынан қысқартатын боламыз. Бастаймыз. Екі осы линия бойынша, яғни екі ілмекті аламыз, үшінші ілмекті аламыз, одан кейін үшеуін бірге сымға кері қайтарып, артқа қабырғасынан оң ілмек қылып тоқимыз. Уже бұл үшінші қатарда қысқартамыз. Бірінші қатарда қысқарттық, екінші қатарда қысқартқан жоқпыз. Үшінші қатарда қайттан қысқартатын боламыз. Бұл бізде үшінші қатар. Келесіде қайттан узор бойынша, яғни бір оң ілмек, бір теріс ілмек алып тоқимыз. Яғни оң ілмектен оң ілмек, теріс ілмектен теріс ілмек аламыз. Негізгі узордан таймаймыз. Тек қысқартатын кезде, яғни маркердің жанындағы 3 ілмекке келген кезде ғана ориентир жасаймыз. Видеодан да қарап отырып тоқысаңыздар, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Келесі маркерге жеттік. Қарап отырсаңыздар, қайттан қысқартамыз. 2 ілмекті аламыз, одан кейін 3-ші ілмекті аламыз. Үшеуін бірге сымға қайтарып, артқы жағынан оң ілмек алып тоқимыз. Қайттан негізгі узорға көшетін боламыз. Яғни бір теріс ілмек, бір оң ілмек. Көріп отырсыздар да, елка сияқты негізгі линияға жанындағы линиялар кіріп тұрады. Тура осылайынан бізге жоғарыда, яғни әрбір қысқартқан сайын осылайынан елка тәрізді өрнек қалыптасып шығады. Болды, негізгі узормен тоқимыз. Қайттан қысқартамыз. Алдында қалай қысқартық, тура солайынан 2 ілмекті аламыз, іліп аламыз, одан кейін барып 3-ші ілмекті аламыз, үшеуін бірге сымға қайтарып, артқы жағынан оң ілмек алып тоқимыз. Болды, қайттан бір оң, бір теріс ілмек алып
негізгі өрнек, яғни негізгі узормен кетеміз. Міне түсінікті деп ойлаймын. Енді дальше тура осылайынан тоқимыз. Қайттан маркерге келдік, тура жаңағыдай қысқартамыз. Яғни түсінікті деп ойлаймын. Себебі яғни бірінші қатарда біз қысқарттық, екінші қатарда қысқартпай тоқимыз. Яғни просто тек қысқартпай аламыз, іліп аламыз. Үшінші қатарда міне қайттан қысқартып жатырмыз. Ал төртінші қатарда қайттан қысқартпайтын боламыз. Просто тек іліп алып тоқитын боламыз. Яғни негізгі узормен тоқитын боламыз. Бұл бізде тоқып отырғанымыз үшінші қатар. Міне көріп отырсыздар да, елка қалыптасып жатыр. Қатардың соңына дейін тоқимыз. Бір оң, бір теріс ілмек алып. Енді қатардың соңына жеттік. Енді төртінші қатар. Төртінші қатарда біз уже қысқартпаймыз. Просто тек іліп алып тоқитын боламыз. Іліп аламыз. Яғни негізгі узормен қайттан кетеміз. Яғни бірінші оң ілмекті іліп аламыз, теріс ілмекті тоқимыз. Оң ілмекті іліп аламыз, теріс ілмекті тоқимыз. Яғни төртінші қатардың барлығын осылай тоқып шығамыз. Оң ілмекті іліп алып, теріс ілмекті тоқимыз. Төртінші қатардың соңына дейін тура осылайынан тоқимыз. Маркермен белгіленген линияны просто тек іліп аламыз. Узордың арасында кетеді, байқап отырсаңыздар. Міне теріс ілмек, маркерге жеттік, теріс ілмек оның алдында тұрған. Теріс ілмекті теріс ілмек бойынша тоқимыз да. Ілмекті, маркермен белгіленген ілмекті іліп аламыз. Себебі бізде ол оң ілмек. Яғни төртінші қатар, былай қарасақ, бізде резинка, яғни оң теріс ілмек бойынша резинка қалыптастырып тұр. Төртінші қатарда. Енді қараңыздар, бізде бірінші, екінші, үшінші, төртінші қатарды тоқыдық. Осы төрт қатарды біз дальше кезектестіреміз. Қайттан енді келесі қатар бірінші қатар сияқты тоқимыз. Одан кейін бесінші қатарды бірінші қатар сияқты тоқимыз. Алтыншы қатарды екінші қатар сияқты тоқимыз. Жетінші қатарды үшінші қатар сияқты. Сегізінші қатарды төртінші қатар сияқты тоқимыз. Тура осылайынан бірінші, екінші, үшінші, төртінші қатарды қайталап тоқи береміз, кезектестіріп. Қысқартамыз уже. Тура бірінші қатарда қалай жасадық, тура сол әдісті осы бесінші қатарда қайталаймыз. Төрт қатарды кезектестіре береміз. Солайынан біз ілмек санын қысқартып, макушкамызды шығаратын боламыз. Ең басты осы төрт қатарды назарға алсаңыздар, дальше төрт қатар бойынша кезектестіріп тоқи береміз өзіміз. Дальше түсінікті деп ойлаймын. Өзіміз тоқимыз дальше. Ең бастысы узорды аламыз. Негізгі узордан таймасаңыздар болды. Мен көрсетіп отырғаным бесінші қатар. Бесінші қатарды мені көріп отырсыздар, тура бірінші қатарда қалай тоқыдық, тура солайынан тоқып жатырмыз. Бесінші қатарды уже қысқартып жатырмыз. Қайтадан узор. Оң,
теріс ілмекті кезектестіреміз. Қайттан қысқартамыз. 5-ші қатарда міне қысқартып жатырмыз. Қайттан негізгі узормен кетеміз, яғни бір оң, бір теріс ілмек алып. Түсінікті болды деп ойлаймыз сіздерге. Дальше осылайынан 1 мен 4-ші қатарды кезектестіріп тоқи береміз. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4 қатарды. Көріп отырсыздар. Бізде мына 6-ші қатар уже. 6-ші қатарда тура 2-ші қатарды қалай тоқыдық, тура солайынан тоқып жатырмыз. Яғни 3 оң ілмек қатарынан келіп тұр бізде. Осы 3 оң ілмектің жанындағы маркермен белгіленген ілмектің жанындағы 2 ілмекті оң ілмекпен, маркермен белгіленген ілмекті жай іліп алатын боламыз. Көріп отырсыздар да? Екі жанындағысын оң ілмекпен тоқимыз, өзін просто тек іліп аламыз. Оң ілмекпен тоқимыз. Дальше негізгі узор бойынша кетеміз. Яғни 6-ші қатарда тура 2-ші қатарда қалай тоқыдық, тура солайынан тоқимыз. Тура осылайынан 4 қатарды дальше жалғастырамыз. Түсінікті болды деп ойлаймын. 4 қатарды тек кезектестіріп жалғастырсаңыздар болады. Яғни ілмек саны өзімен өзі қысқара береді. Әр 2 қатар сайын біз ілмекті қысқартып отырық. Болды. Дальше өзіміз тоқимыз. Мен біраз тоқыдым. Менде сымда уже ілмек саны біраз қысқарды. Маған тоқу кішкене қиындау болып кетті. Сол үшін мен тік спицаға көшетін боламын. Бізге шылық тоқуға арналған осы тік спица қажет. Бірақ спицаларыңыз тура сол осы 4,5 мм менде, яғни сол размерде болу қажет. Сіздер қалаған миллиметрдегі спицаны алсаңыздар болады, яғни әркім өзінің жібіне сай спица алады. Дальше сол узор бойынша тоқи береміз. Тек осы спицаға тік спицамен тоқитын боламыз. Менде қысқарттым. Дальше узормен кетемін. Бір оң, бір теріс ілмек алып. Бір оң, бір теріс ілмек аламыз. Мен әлі 4 қатарды қайталап келе жатырмын. Тек просто тік спицаға көшіріп алып жатырмын. Себебі маған тік спицамен тоқыған ыңғайлы макушкасын. Егер сіздерде 60-80 сантиметрлік круговой спица болсаңыздар, Magic Loop тәсілімен тоқысаңыздар да болады. Олай да өте ыңғайлы. Бірақ маған тік спица қазір ыңғайлы. Оң, бір теріс ілмек алып кезекпен тоқимыз келесі спицаға дейін. Кешіріңіздер, маркерге дейін. Енді келесі маркерді, яғни қысқартатын кезде біз жаңа сыммен бастаймыз. 2 ілмекті іліп аламыз, одан кейін 3-ші ілмекті ілеміз. Қайтадан сымға барып, артқы қабырғасымен оң ілмек алып тоқимыз. 3 ілмекті мен қысқарттым. Дальше узор бойынша бір оң, бір теріс ілмек алып тоқимыз. Тура жаңағыдай қысқартатын кезге дейін осы сымға барлық ілмекті тоқып шығамыз.
келесі маркерге дейін. Осылайынан біз 4 сымға ілмектерді көшіріп алатын боламыз. сантиметрлік специямен тоқу өте қиын. Себебі ілмек саны қысқарған сайын ілмектерді специямен тартудың өзі тіпті қиын болып келеді. Қатты болып шығады. Бұл специяға көштім. Енді үшінші специяға алып, үшінші специяға уже қысқартып бастаймыз. Артық узор ештеңе қосып жатырған жоқпын. Алдыңғы макушканы қалай қысқартып келе жатырмын, тура сол ретпен тек специяға көшіп жатырмын. Қысқартып аламыз 3 ілмекті. Одан кейін негізгі узормен тоқи береміз дальше. Бір оң, бір теріс ілмек алып. Болды. Маркерге дейін жеттік. Енді келесі специямен тоқимыз. Келесі тік специямен тоқимыз. Қысқартамыз. 2 ілмекті іліп аламыз. Одан кейін 3-ші ілмекті аламыз. Одан кейін 3 ілмекті қатар кері специяға көшіріп, артқы қабырғасымен оң ілмек алып тоқимыз. Дальше узор бойынша бір оң, бір теріс ілмек алып тоқитын боламыз. Бірінші көшкен кезде тік специяға қиындау болып келеді, қатты болып. Дальше көшіп алғаннан кейін оңай болады. Былай қарасаңыздар, бұл мастер-класс как 3 в 1 болып келеді. Себебі мен осы мастер-класста әрі фиксированный отворот жасап отырмын, әрі круговой специядан тік специяға қалай көшу керек, соны көрсетіп отырмын. Әрі осы шапканың мастер-классы қалай тоқу керектігін, соны айтып түсіндіріп отырмын. Все, дальше узор бойынша тоқып бітіреміз осы қатарда. Все, круговой специя қажет емес уже бізге. Енді біз дальше тік специямен тоқимыз. Яғни тік специяда бізде 12 ілмек қалғанға дейін қысқартып, жаңағы макушканы қалай қысқартып келе жатырмыз, 4 рядты қайталап, дальше осы 4 рядты қайталап тоқи береміз. Тік специяда 12 ілмек қалғанға дейін. Дальше сол кезде кездесеміз. Міне мен тоқып бітірдім. Менде тік специяда 12 ілмек қана қалды. Аяқтауға сәл қалдық. Енді көріп отырсыңыздар, қалай макушка бізде қалыптасып жатыр, өте әдемі. Енді бізге мына жіпті кесе беруімізге болады. Сәл ғана ұзындықта қалдырып, кішкене қиып аламыз. Жіп қажет емес. Енді мына жібімізге специально осындай жіпке арналған
инеге өткізіп аламыз. Енді осы инеге осы спицадағы барлық ілмекті көшіріп шығатын боламыз. Бір-бірден ағытылып кетпесін. Байқасаңыздар, байқап тоқыңыздар. Байқап көшіріңіздер. Бір-бірлеп жаймен осы инеге көшіреміз. Тік спицаның уже қажеті жоқ. Бір-бірден жаймен көшіріп аласыздар. Все болды. Өткіземіз барлық ілмектен жіпті. Тартамыз, қатты бір тартып аламыз, тесік қалмайтындай. Одан кейін теріс жағына инені өткізіп аламыз. Енді теріс жағына аударып, қайтадан жаңағы 12 ілмектің бойымен бізде қалыптасқан осы инемен тағы бір өтіп шығамыз, чтоб бекітіп, тығыздап бекітіп алу үшін. Бірақ өтпесеңіздер де болады. Просто мен өзіме постоянно бекітіп алған ыңғайлы болып келеді. Барлық шапкада мен міндетті түрде бекітіп аламын. Тағы бір рет. Бірақ сіздер бекітпесеңіздер де болады. Ол осылайда жіп ешқайда қашып кетпейді. Солайынан тығыз болып тұрады. Бізде макушка өтте әдемі қалыптасты. Осы 12 ілмектен 3-4 ілмектен алып тек тоқып алсаңыздар болады. Все, біз айналдырып шықтық, тартып, яғни тесік қалмайтындай тартып аламыз да. Осылайынан. Все болды. Жіпті енді алып қия берсеңіздер болады. Мен осылайынан ең соңында бір бекітіп аламын. Все, мен тоқып бітірдім, жіпті қиып алдым. Енді осы линиядағы маркерлердің барлығын шешсеңіздер болады. Маркерді шешкенде байлап шешіңіздер. Жаңағы маркер тұрған ілмек қатты тартылып кетпесін, бері қарай шығып кетпесін. Бұл шапканы қалай өңдеу керектігін мен алдыңғы видеода көрсетіп өткен болатынмын. Все, бізде қалыптасты. Өте әдемі шапка болып шықты. Ұнаса лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып, немесе сұрақ болса қалдырып өтсеңіздер болады. Менімен бірге осындай әдемі шапканы тоқыған үшін сіздерге көп рахмет. Мына жердегі бастапқы алған жіпті крючокпен осы бір линияны алып жасырып өтсеңіздер болады. Болды, дальше өңдейміз. Содан кейін ки берсеңіздер болады. Жаңа жылға өздеріңізге немесе басқа құрбыларыңызға тоқып берсеңіздер де болады. Сау болыңыздар достар. Рахмет барлықтарыңызға.